Сәлем, мен тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Мен есімім Гүлнар. Мен сіздермен бүгін мынау көбелекті шәлімні тоқымақшымын. Мен қазір сіздерге подсказкаға алдындағы мына видеоны шолуды қоямын. Сол жерден көріп алыңыздар. Неден тоқылады, қалай тоқылады деген сияқты жалпы шолу. Ал енді негізгі тоқуды бастаймыз. Ол жерде сызба туралы, мына тоқылған шәлі туралы және жіптер туралы айтылған. Бүгін бізге тоқуға ілгек керек. Менде 3-ші номерлі тулип деген жапондық ілгек бұл. Моншақтар және жіңішке ілгек керек. Мен қазір әкемеппін. Әкеп қоям онда. Және бізге сызба керек. Бұл сызба туралы да айтылған. Енді басын қалай бастаймыз үшін. Бұл былай ұшынан басталады. Мен қазір ең оңай әдісін алам. Әдістер көп. Мен ең оңай өзімнің тоқылған шәлімнен аламын. Басын қалай бастаймын. Басына мен сырғанаған ілмекті алам. Мен каналымда бар бұл әдіс. Мынау алдындағы видеода ғана көбелектерде көрсетігем. Скользящая петля дейді, петля амигуруми дейді. Егер орысша видео көрсеңіздер. Мына аламыз кәдімгідей жіпті. Мына қойдық саусағымызға, сол қолымыздың былай айқастырамыз. Енді мына айқастырған мынау ұшы бар. Мына жіптің астынан кіргіземіз ілгекті. Және мынау үстіндегі жұмысшы жіпті былай іліп аламыз. Іліп шығарып аламыз. Шығарып алған соң қайтадан жұмысшы жіпті іліп аламыз да былай бекітеміз. Болды, мынау бізде сырғанаған ілмек пайда болды. Енді мен шетін әдетте мынау сәл биіктеу өтіп тоқимын. Биіктеу. Мынау орам бар бағанша ғой, столбик с накидом, бірақ бұл 3 қадамды, ал мына 2 қадамда. Өйткені шеттері менде мынау ортасына қарағанда шеттері төмен болмау керек, қысқа болмау керек. Сол үшін мен солай жасаймын. Мен барлық шәлілерім солай. Мен қолыма солай ыңғайлы. Енді бұл 3 қадамды орам бар бағаншаны тоқу үшін мен 4 шынжыр көтерілемін. 4 шынжыр тоқып алдым. Енді осы жерге, осы мынау сырғанаған ілмегімізге 3 қадамды бағаншымыны 1 рет, 2 рет, 3 рет. Көрдіңіздер, егер кәдімгі жай орам бар бағанша болса, онда 2 қадам болады бізде. Ортасында 2 шынжыр, екінші топтаманы тоқимыз. Бұл жерде менде 4 топтама болады. Маған осылай оңай. Сондықтан мен 4 топтама жасаймын. Түсініктірек болады да. Ортасына 2 шынжырдан алынады. Және 4-ші топтама. Енді мынау немізді жаңағы сырғанаған ілмегіміздің ұшындағы жіптен былай тартсақ, болды, мынау жабылып қалады. Немесе кәдімгідей 5 ілмек тоқып алып, соның ортасына шынжыр етіп жасасаңыз да болады. Олай да болады. Қалағанша жасаңыздар. Енді біз үнемі қатардың соңында 4 шынжыр тоқимыз. Бұл үнемі қайталанып тұрады. 4 шынжыр. 4 шынжырдан кейін, мына жақта біз 2 топтамадан тоқимыз. Мына жақтан 2, мына жақтан 2. Бұл шетінде кетеді жиегінде. Мына жақта, мына суретте ол жоқ. Бұл жерде көріңіздер, бірақ топтамайы 3-еуден, 3 ілмектен. Мен былай 2-еуден жасаймын, ортасында 2 ілмектен. Маған солай әдемірек сияқты. Енді былай да тоқи беруге болады. Олда тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, сіздер мына сызба бойынша тоқимын десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен өзіме қалай оңай, солай тоқып жатырмын. Енді мына ортасында біз 1, 2, 3, 4, 5. 5 мына жерге келеміз, қараңыздар. Мына жерде мін 5 ілмектен алып отырамыз. Мынау шеткі топтама бар ғой, мына шеткі топтамадан кейін, мынау негізгі өрнекке дейін бізде үнемі
5 неден болып тұрады? 5 ілмектен болып тұрады шынжыр. Соны есте сақтау керек. Мына 5 ілмек алдым. Мына ортадағы ортада арка пайда болды мына жерде. Екі топтаманың арасына. Соған былай орамы жоқ бағанша тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5 тағы да. Және мына шеткі топтаманы тоқимыз. Мынау ең соңындағы қатарды жаңағы 4 ілмек, 4 шынжыр бізге не үшін керек? Ол бізге мынау шетіне қайманы бекіту үшін, қайманы тоқу үшін керек. Егер алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, түсінген шығарсыз. Мына жерге біз қайманы бекітеміз. Мына шетіндегі неге ілмектерге мынаған 1, 2, 3, 4 осыларға. Так, мына келесі қатар. 2 қатарды оқыдық па? Так, 3 қатарды оқып қойдық. Енді 4-ші қатарға келеміз. Тағы да мына жиегін тоқимыз. Бұл жиегі үнемі қайталанады. Мен қазір енді басы болғаннан кейін сіздерге көрсетіп жатырмын. Одан кейін бұны қысқартамыз. Бұл жерден видеоны үзіп жіберетін боламын. Мына қараңыздар, мен сіздерге айттым. Үнемі мына жерде 5 ілмектен болып тұру керек. 5 шынжыр. 1, 2, 3, 4, 5. Және мына аркаға осылай орамы жоқ бағаншамен бекітілеміз. Мына. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай не істейміз? Бесеуін алып алдық, іліп алдық. Енді мына жерге бізге ортаға тағы да осындай бір арка керек. 5 ілмек керек екен. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін тоқыдық, мына жерге тағы да бекітілеміз. Осылай орам жоқ бағанша. Так, мына жерде 5 және мына шеткі топтама. Түсіндіңіздер, Енді қараңыздар, мына біз шеттегі топтаманы тоқып алдым. Мен енді өздеріңіз тоқисыздар бұл шеттерін. Топтаманы тоқып алдым. 5 ілмегімізді тоқып алдым. Оны орамы жоқ бағаншамен бекітілдім. Енді ары қарай не істейміз? Тағы да, мына қараңыздар, 5 тоқылды, бекітілді. Тағы да 5 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 5, одан кейін тағы 5-ден болып тұрады ғой сонда. Түсіндіңіздер ғой? Енді мынаның ортасына 3 орам бар бағанша тоқу керек. Ортадағы аркаға. Енді бұл жерде қараңыздар, егер неге қарайтын болсаңыздар, мына жерде мынау ортадағы ілмекке қадалып жасаған. Енді қадалып жасайық. Бұл жерде қараңыздар, 2 қадамдымын. 1, 2. 1, 2. Көрдіңіздер ғой, бұл жердегі менің бағаншаларым қысқалау. Ортасына қадалдық. Немесе мына арканың астына істесеңіз болады. Бірақ мына ортада болған сәр әдемірек. 4, 5. Бекітіліп тұрады. Былай қарай қайталаймыз енді. Мына жерден орамы жоқ бағанша 5 и шеттегі топтама. Мына байқасаңыздар, былай жайылып тұр, жалпақ болып. Негізі бір ескерте кететін жайт. Негізі мынау бұрыштан бастайтын шәлілерде кейбіреулерінің өрнегі биік болады да, биіктігі кәдімгі биік болады, мына жағы ұзындығы аздау болады. Ал мына шәліде, алдындағыда 1-2 шәлімде негізі мынау былай қарай ұзындығы сәл ұзынырақ болып келеді, биіктігіне қарағанда. Яғни тік бұрышты үш бұрыш болмайды. Ұзындау үш бұрыш болады. Жалпақтау дейміз ба. Енді қараңыздар, мынау 3 жаңағы нені алдық қой, алдында қатарда, 3 орам бар бағанша. Бұлар да енді шетінде кетеді былай. Шетінде үнемі, мына жерде үнемі шетінде болып тұрады. Көрдіңіздер ғой, болды. Бұл енді мынау өрнектің бастамасы шеті жиегі болады. Мен орамалда да көрсетіп жатырмын, сіздерге кішкене түсініктірек болсын деп. Яғни мына жерде біз не істейміз? Мына жерде 5 тоқыдық, 1 орам жоқ бағанша тоқыдық, тағы да 5 тоқыдық. Бұл үнемі қайталанып тұрады әр қатарда. Енді мына арканың астына біз 3 кәдімгідей жай 2 қадамды істедім.
кәдімгідей жай 3 орам бар бағанша жасаймыз. Енді ортасында мына жерге қараймыз. Ортада 3 шынжыр. 1, 2, 3. Екінші шетінен дәл солай жасаймыз. Осылай. Былай қарай қайталаймыз. Келесі қатарда тағымына топтаманы тоқып алдық. Енді мына жерде байқасақ, мына жерде бізде 3 еді ғой. Енді тағы да 5 шынжыр тоқимыз. 5 ортасынан орам жоқ бағанша. Қазір осы Рамазан айында білім зекеті деп көп шеберлер бір тегін бір нелер беріп жатыр, жеңілдіктер беріп жатыр да. Мен ойлаймын, менікі жыл 12 ай. YouTube каналда жыл 12 ай елдердің ақылы жасап жатқан мастер-класстары. Менде жыл 12 ай тегін. Мұны болды. Былай қарай топтаманы тоқимыз. Келесі қатарды тоқимыз. Осы жерде сіздерге айтқым келеді. Мен бір осы сызбаны шығарасып бірден тоқып кете салған жоқпын. Бұл өрнекті, бұл шайына. Интернеттен көптеген іздедім. Бабочки деп көп қарадым. Өрнектерді, сызбаларды, видеолар қарадым. Содан өзім бір тұжырым жасап атқан нәтижесін көрсетіп жатырмын сіздерге. Сондықтан видеолардың астына ыстық ықыластарыңызды аямаңыздар. Лайктеріңізді басып, комментарий жазып, тіпті болмаса бір смайлик қойып кетсеңіз де, өйткені YouTube оның бәрін бақылап отырады. Неғұрлым мына видео көбірек реакция жасалса, видеоға көбірек көрілсе, сондықтан видеолар соңына дейін көріңіздер. Тіпті басқа тірлік істеп жатсаңыз да бір ашқаннан кейін қойыңыздар, шығып кете салмай. Өйткені YouTube оның бәрін оқиды, оның бәрін зерттейді, және неғұрлым видео көп қызықтыратын болса, бұл кісінің каналының видеоларын көбірек адамға көрсететін болады. Егер де шынымен осы қазақ контентке жанашыр болсаңыз, көбірек видео болсын десеңіз, солай жасаңыздар. Көре алмаушылық, іштарлық деген болмасын деп бастайын келесі қатарды. Қараңыздар, енді мына жерде бізде ортада 2 арка пайда болды. Енді не істейміз? Мынау топтама үнемі қайталанып тұрады. Міне топтама 5 шынжыр, орам жоқ бағанша 5 шынжыр, 3 бағанша орам бар болды. Бұл қайталана берді. Енді не істейміз мына жерде? Енді біз көбелектің қанаттарын бастаймыз. Ол үшін мына жерде бізде 1 шынжыр. Одан кейін аркалардың астына қазір қанаттары тоқылады. Арканың астына мынаны бай алып қойын. Сіздерге әдемі қоңыр фонды қойдым, анық көрінсін деп. Мына жерде ортасына 1 шынжыр, 2 бағанша. Басталды бізде қанатым. Енді мына жерде ортасында не болады? Ортасында 5 шынжыр тағы да. 5 шынжыр деген қайталанып көбіреді. Мына 5 шынжыр. Енді мына екінші жағына, сол жағына бастаймыз. Бұл жерде енді сызба бойынша мына шынжырға бекітілуге болады, бірақ ол сәл проблемалы болады. Сар қолды ұстайды, сондықтан мына арканың астына жасай беріңіздер. Міне 1 шынжыр. Тағы да мына топтама. Видеоны бастаған соң шығып кетпей соңына дейін көріңіздер. Өтініш көрмесеңіздер қосып қойыңыздар. Міне былай 1 шынжыр жасадық та, мына шеттегі топтаманы жасаймыз. Мына топтама қайталанады. Ал енді келесі қатар. Келесі қатарда не айырмашылық бар? Мына топтамамыз тоқып алдық. Енді мынадан кейін 3 орам бар бағанша. Алдында біз 1 шынжыр қалдырғанбыз, енді 1 емес 2 болады. 1, 2. Және біз ортасын тастап кетеміз. Мына жерге ештеңе тоқымаймыз. Топтама, көбелегіміздің қанатын тоқимыз. Ортада 1 шынжыр, 2 бағанша. Енді мына ортада алдындағыда біз 5 шынжыр тоқығанбыз. Енді 5 емес 6. Енді 1, 2, 3,
4 рет ортасына 6 шынжырдан тоқылады. 4 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортасы осылай тоқылады. Топтама мына 2 бағанша, ортасына 1 шынжыр, 2 бағанша және орталарында 6 шынжырдан 4 рет жоғары қарай мынадан кейін 4 рет қайталанады. Мына жерде 2 шынжыр және мынадан өтіп мына арканың астына тоқимыз. Жиегін 5 шынжыр, 1 бағанша, 5 шынжыр және топтамаға аяқтаймыз. Бізде қазір уақыт тығыз ғой, уақыт жетпейді да. Мына видеоларды тоқ көріңіз келмейді. Асығыс мысал үшін. Неге? Өйткені WhatsApp-тағы 99 чатымыз бар, Instagram'ымыз бар, Facebook, TikTok'ымыз бар. Бәрін көргіміз, бәрін білгіміз келеді. Тіпті жақындарымызбен сөйлесуге де уақыт жоқ та, уақыт жоқ дейміз. Негізі болмайтын нәрселерге уақытымыз кетіріп аламыз. Міне шеткі топтаманы тоқып алдым. Енді мына жақта қараңыздар. Біз енді мына жерде 3 шынжыр тоқимыз. Бұл 3 шынжыр не үшін керек? Өйткені келесі қатарда біздің жаңа неміз басталады. Жаңа көбелегіміздің өрнегі басталады. Екі шетінен жаңа өрнек басталады. Сол үшін мына былай есептесеңіз болады. Мынау ортадағы шынжырлар 3 болған кезде, 3-шісі тоқылғанда мына жақта 3 шынжыр тоқылады деп мен солай жаттап алғанмын. Мына жерде 3 болған кезде, мына ортасында 3 болған кезде, мынау екі ортада 3 шынжыр болады деп осылай жаттап алсаңыздар да болады. Біріншісінде 1, екіншісінде 2, үшіншісінде 3 болады. Бұл 3-ден кейін 3 тоқылғасын келесі қатарда екі шетінен жаңа өрнектер басталады. Мұны осылай жаттасаңыз болады. 2, 3, 4, 5, 6. Қадалып, видеоға қайта-қайта қарап, немесе сызбаға қайта-қайта қарай бермес үшін осылай өрнекті тоқыған кезде жаттап алыңыздар. Ары қарай ешқайда қарамай тоқи бересіз. Мына мына жерде екі ортада 3 болады. 1, 2, 3. Және мына шет тоқылады. Ал енді келесі. Мұны біз мына жерде 3 тоқығанбыз, алдын қатарда. Не істейміз? Мына жерден біз 3 бағаншамыз тоқып алдық. Енді мына жерден біз жаңа өрнек бастауымыз керек мына жақтан. Сол үшін мынау 3-ден кейін 3 шынжыр тоқимыз. Екінші шетінен тағы да 3 шынжыр. Мына бізде бұл жерде жаңа өрнек басталды. Енді арасында мен сіздерге айтқам, мына жерде 1, 2, 3, енді 2 рет екеуден болады. Мына 2 шынжыр. Және ортада естеріңізде болса, ортада 6 шынжыр, 6 шынжыр бізде 4 рет қайталанады. 1 рет 5, 4 рет 6. Сондықтан ортада 6 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-дан кейін топтама тағы да. Мына жерде 2 рет болады да, 2-ден кейін мына жерде біз жаңа өрнек бастаймыз. Оң жақтағы, сол жақта жаңа өрнек басталады. Ортада 3 шынжыр. Және мына шеті. Енді бұл жаңадан үйреніп жүрген қыздар үшін, егерде сіз шебер болсаңыз, жылдам өткізіп жіберсеңіз болады. Мына былай қарай топтама жалғасады. Енді біз қараңыздар, мынау келесі қатарға келдік. Мына жерде енді мынау басына келеміз қайтадан. Мынаны қайталаймыз. Мына жерде. Мынау 3 еді, 3-ден кейін бізде 5-5-ден еді. Мынау өрнек қой. 1, 2, 3, 4, 5. Ортасында орамы жоқ бағанша тағы да 5. 1, 2, 3, 4, 5. Болды. Мынаны шетіне шығамыз енді. Тоққан кезде мынау 3 нелер тұр ғой, бағаншалар, осыларға қарап отырыңыздар. Мынандай болады, ромбик. Былай бүйтіп ромбиктер болады. Ромбик. Мына жақта ромбик болып.
сол роликтерге қарап отырыңыздар, мына жерде бір шатасып кететін жерлер бар. Өзім кейде жаңылысып қаламын. Осыдан кейін екі шынжыр. Екі шынжырдан кейін біз соңғы рет мына топтаманы тоқимыз. Соңғы рет. Келесі қатарда бұл топтама тоқылмайды. Естеріңізде ғой, ортада 6 шынжыр. Алты шынжыр, мына топтама. Уақыт созғым келмейді, бірақ түсініктірек болсын деп көрсетіп жатырмын. Негізі видеоның маған қатты созудында маған пайдасы жоқ. Міне қараңыздар, мына сол жақта, енді оң жақта тоқығанды қайталайсыз. Келесі қатарға келдік. Енді мына топтаманы тоқып алдық. Енді естеріңізде, мына жерде біз мына екі арканы жасап алған соң ортасынан жаңа көбелек бастаймыз. Бір шынжырды аламыз да, мына жерден топтаманы тоқимыз. Қайталанып кете береді осылай. Осылай соңына дейін бүкіл шалыны көбелек қылып шығамын десеңіз, өзіңіз білесіз. Мына жерде 5 шынжыр болады ортада. Жоқ, менің шалымде, мысалы үшін, мен көбелектерді 3 қатар қыламын да, көбелектерді ары қарай толық не істеп шыққам. Кәдімгідей жай тоқуды. 3 орам барбағаншадан топтама етіп тоқып кете бергем шахматта. Міне мына жерде біреу болады, ал мына жерде қызық басталады. Мен қазір ілгегімді алып келейін. Ал мына көбелегіміз енді біздің аяқталып жатыр. Мына қараңыздар, мына екі топтаманы тоқып алдық. Енді мына жерде бізде бір шынжыр тоқыдық арада. Енді мына аркаға, мына жердегі аркаға, мына былай жалғасып келе жатыр, көрдіңіздер. Мына жерге біз 3 орам барбағанша тоқып аламыз бірінші. 1, 2, 3. Так, бұл үшеуін тоқып болған соң, мына жерге мен шынжырға, моншаққа дадым. Бұл ешқандай сызбада жоқ, өзім бір сәнді болсын деп бұл жерге моншаққа дадым. Так, бұлай да тоқсақ, моншақты олсақ. Так, моншақты бекітіп алдық. Енді не істейміз? Енді бұлай қарай біз 7 шынжыр тоқимыз. Сызба бойынша 7 шынжыр, кешірім сұраймын, мен даусыма зақым келген қырыл пайда болды, содан кейін жай даусым басылып қалады. 7 шынжыр тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Негізінде моншақтар екі жақтан да көрініп тұрады. Енді мынаны біз жинауымыз керек, мыналарды, ортасын, көбелегіміздің. Ол үшін не істейміз? Мынау ілгекпен астына қарай кіргіземіз, сүңгейміз. Бұлай тартып шығарамыз. Где-то шамамен 1,5 сантиметрмен де. 1, 2, 3. Үшеу жеткілікті. 3 рет жасаймын мен. 3 рет, пышный столбик деген бар ғой. Сол, мына қараңыздар, іліп алдым. Мына жақтан. Так, тоқтаңыз. Мынаны ұстап тұрам. Мынаны іліп алдым. Мына жерден былай шығарып алдым. Түсіндіңіздер ме? Не істегенімді? Қараңыздар, мен ұстап тұрамын. Орап болған соң. Шығарып алам. Енді қараңыз, мына жерде бір тесік пайда болды. Мына жер бір түрлі болып тұр. Оны мен қалай не істесем екен деп біраз ойландым. Былай шештім. Қараңыздар, мынаның астына, мынау жіптің арасына кіргізіп, мынау жаңа шығарып алған ілмегімізді мынаның астынан өткізіп, былай шығарып алсам, жиналып қалды, көрдіңіз ғой. Былайша қиын емес, просто мен сіздерге жай көрсеткесін қиын сияқты болып тұр да. Енді мына денесі пайда болды көбелектің. Былай қарай тағы 7 шынжыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді екінші моншағымызды қадаймыз. Енді моншақсыз жасаймын десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Моншақ қадау міндетті емес.
енді сәнді болсын деп қазір сән болды ғой моншақ деген, бәр жерге қадайтын болды ғой. Моншақ қадалмаған киім қамады негізі. Іш киімге де қадайды, аяқ киімге де қадайды, бас киімге де қадайды, бәр жерге қадайды. Сондықтан бізде қалмайық деп мына моншақ қадады. Міне моншақ қадап алдық. Енді бұл жерде біз не істейміз? 3 орам бар бағанша, мына арқаға, мына ортаға тимейміз. Болды, бұл орта жабылды. Так, арада біреу, бір шынжыр, ұмытпасаңыздар. Және мына жақтағы топтаманы тоқимыз тағы да. Мынау оң жақтағыдай және мына жердегідей қайталайсыздар. Мына жақта мен сіздерге көрсеткен жоқпын, өйткені мынаны қайталайсыздар деп айттым, қайталайсыздар. Енді мына өрнектен кейін біз мынау жаңа жабылып жатқан көбелегімізге келеміз, аяқталып жатқан. Бұл жерде не істейміз? Мынау топтаманы тоқып болған соң екі жағынан да екі шынжырдан қалдырасыз. Екі шынжырдан соң мынау мұртшалар бар ғой, осы мұртшалардың астына 3 бағанша тоқимыз. 3 бағанша, ортасында 2 шынжыр, мына екінші мұртшаның астына тағы да 3 бағанша. Сәл мен созын құрап кетті, жинақ қалып істейсіздер. Тағы да 2 шынжыр және мынау шеттегі көбелегімізге ораламыз. Жаңадан әлі толмаған көбелегімізге. Көрдіңіздер ма? Мына жерде ромбик жабылып жатыр. Міне ромбик, байқасаңыздар, міне 3 бағаншалардан тұратын ромбик былай кетті, мына жерге дейін келді. Енді былай қарай бара жатыр. Енді келесі қатарда мынаның ортасынан ең соңғы несі топтамасы тоқылады. Сонымен бұл көбелек болды, бүтіндей жабылады. Мына көбелектер ары қарай жалғасып өсіп кете береді. Жабылады, жабылғаннан кейін, айтпақшыдай, ары қарай жабылғаннан кейін мына жерден қайта басталатын. Мына жерде басталды ғой, 3 болып. Мынау 3. Одан кейін екі жағынан шығады тағы да 2, ортасына 3 шынжыр. Осылай келесі көбелек жалғасып кете береді. Соңғы рет көрсетейін сіздерге. Одан кейін ары қарай өздеріңіз тоқып кете бересіздер. Егер де ары қарай мынау көбелегі жоқ, өрнекті қалай тоқимын, шетін қалай істеймін дегенді білгілеріңіз келсе, онда келесі шамамен бір аптадан кейін келесі видеоны күтіңіздер. Өйткені қазір менде уақыт тапшы тоқу үшін. Мына ортаға келдік біз. Енді қараңыздар, мына жерде ортада мына көбелектің қанаты тұр. Мына жерде ортада бізде үшінші қатар естеріңізде ме? Мына үшінші мынандай сызық пайда болған кезде көбелектің екі шетінен 3 шынжырдан қалады. Үшінші 3 шынжыр деп жаттаймыз. 1, 2, 3. Ортада мына ромбигіміз жабылды біздің. Не ромбиг екенін түсініп тұрсыздар ма? Қазір тағы көрсетемін. 1, 2, 3. Және мына жердегі топтама. Сары алюминді, сары алюминде мынандай із қалады екен. Бірақ мынаған ештеңе қалмайды, кетпейді. Ешқандай бояу ештеңесі кетіп жатқан жоқ, бірақ қолыма мынандай із қалып жатыр. Мыс па? Қараңыздар, мыс қосылған ба? Міне қараңыздар, мына жерде. Міне шеті, мына жерде артық тоқып жүріп, мына жерде топтама тоқып жүріп. Мына жерде 3 болады, мен қазір тарқата салам. Мына жерде 3 ғой, сөйлеп отырып қателесіп кетіппін. Мына топтама, мына жерде 3 бағанша, одан кейін 3 шынжыр. Мына көбелегіміз, мына топтама 6 шынжыр, тағы да топтама, одан кейін мынау екі шетінен 3 қалдырамыз дедік қой. Мына жерде
3 орам бар бағанша, екі шетіне 3 шеуден. Мына 3 шеуден не үшін? Өйткені мына жақтан жаңадан бізде көбелек басталады, мына өрнек басталады. Мына жердегідей басында да, болды, осылай тоқып кете бересіздер. Егер де ары қарай ортасын қалай тоқимын, қаймасын қалай жасаймын деген сұрақтар болатын болса, үстіңгі жағын қалай жабамын деген сұрақтар болса, онда келесі видеоны шамамен бір аптадан кейін күтіңіздер. Егер шамам келсе, келесі видеоны шығарамын. Мына осылай көбелегі бар әдемі шалыны тоқып алыңыздар. Сыйлыққа тоқисыздар ма, жоқ сатуға тоқисыздар ма, енді ол өздеріңіздің әміріңіз білет. Бірақ мен сіздерге сәттілік тілеймін. Маған да сәттілік тілеп, лайк, комментарийлеріңізді аямай, видеоларымды тарата жүріңіздер. Сау болыңыздар.